Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қызыл қарақаттан өте дәмді болып шығатын жасалу жолы оңай тосап дайындаймыз. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 кг қызыл қарақат, 800 г шекер, 150 мл су. Каструльге жидектерді, шекерді, суды құйып араластырамыз. Газға қоямыз. Шырыны шыққанша қатты отта бүлкілдеп қайнағаннан кейін баяу отқа қойып 40 минут араластырып отырып қайнататын боламыз. Тосап дайын болғанда газды өшіріп, ыстықтай стерилденген банкаларға құямыз. Банкаларды стерилдеп дайындап қоямыз. Тосапты бөлме температурасында сақтауға болады. Тосап ыстық күйінде сұйық болғанымен, суығаннан кейін қоюланады. Қыстың салқын күндері иммунитетті көтеретін дәруменді қызыл қарақат тосабын сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.